сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле етіңіздер. Ресей президенті Владимир Путин енді жаулап алған аумақтарды жоғалтпау, күштерді қайта топтау және резервтерді дайындау үшін Украинамен соғыста бітімге келуге өте мұқтаж. Бұл туралы телемарафон эфирінде сыртқы барлау қызметінің бұрынғы басшысы генерал Николай Маламуж айтты деп хабарлайды бүгін .kz порталы. Путиннің әскерлері барлық майданда айқын жеңіліп жатыр. Ол әрине өз көмекшілерінің орнын толтыруға тырысты. Алайда Донецк мен Херсон бағытын сақтау өте қиын, деді сарапшы. Генерал Ресей Федерациясының басшысы тығырыққа тірелгенін, бірақ бәрібір де қауіпті екенін айтты. Оның әлі де әлеуеті бар, бірақ жаулап алған аумақтарын жоғалтпас үшін оған қандай да бір бітімгершілік қажет, деді Маламуж. Оның айтуынша ресейлік тарапқа да күштерін қайта жинап, резервтерді дайындау керек. Өйткені қазір майданға жіберіліп жатқан жұмылдырылғандар не беріледі, не қашады, не өледі. Сондықтан олар онда 80 дайындық орталығын құрды. Және Шойгу, Ресей қорғаныс министрінің басшысы, 2-3 ай бойы жаңа резервтер тиімді дайындалатынын айтады. Бұл жаңа резерв әрине дайындалу мүмкін және бұл Украина үшін үлкен мәселе болады, деді генерал.